Депутат Аймағамбетов Асхат Қанатұлына беріледі. Рахмет, құрметті Елжан Жақанұлы. Біздің Қазақстан мектептерінде 4 миллион бала қазір оқып жатыр. Ашығын айтқанда олар мұнда қандай заңдар қабылданып жатқанын білмейді. Олар бұл түзетулерге қарсы шыға алмайды. Бірақ олардың әрқайсының тағдыры біз осы залда қабылдайтын мына бір заңға тікелей байланысты. Мәселе неде? Проблема мектептерді қайтадан аудан әкімдеріне бағындыруда. Бұл 4 миллион баланың болашағына қатысты шешім. Әкімдердің өкілдері бар, аудан әкімдерінің ықпалы мен күшін көріп отырмыз, ол дұрыс та, олардың ұсыныстары жақсы естіледі. Біз оны естиміз. Ал енді осы 4 миллион баланың атынан кім сөйлейді? Жеке ойымды айтайын. Мектептерді аудан әкімдеріне бағындырайық дегенде айтылатын басты уәж қандай, мынандай. Аудан әкімдеріне жергілікті жерде ықпал ету тетіктер аз дейді. Әкімдіктерге билік берейік дейді. Жақсы, дұрыс, келісем. Онда жүйелі болайық. Нағыз билік берейік оларға. Салық қызметі бұл да зор билік, керемет болар еді. Полиция ол да керемет билік. Соттар тіпті үлкен билік, денсаулық сақтау ол да бар. Егер басты мәселе әкімдіктерге билік беру болса, неге біз әкімдіктерге салықты бермейміз? Америкадағындай мысалы. Неге полицияны бермейміз, жергілікті полиция қылып? Өйткені бәрі түсінеді, оған жол беруге болмайды. Ол жерде мемлекеттің болаттай берік вертикалі әділ жүйе болуы тиіс. Сонда неге біз әкімге салықты немесе тәртіп орнатуды сеніп тапсырудан қорқамызда 4 миллион баланың болашағын оп-оңай бере саламыз зерттеусіз. Мен аудандық әкімдікте де, қалада да, облыстық әкімдікте де жұмыс істедім, әкімдіктер туралы айтатын болсақ. Білім басқармасын 4 жыл басқардым. Сондықтан бұл саланы білем. Мектептерді облыс деңгейіне өткізгенде біз не көрдік? Біріншіден, еліміздегі мектептердің жартысына жуығында заңды құжаттары болмады, техпаспорттары болмады. Балалар заң жүзінде жоқ ғимараттарда оқып келді. Аудандық басқару кезінде дәл осылай болды, 30 жыл. Екінші, бюджеттің 95% тек жалақы мен коммуналдық төлемдерге кететін. Дамуға нөл деуге болады. Сатып алудан үнемделген кез келген тиынды көбінесе аудан әкімдері басқа салаға алатын. Мектептерге үнемдеу тиімсіз болды, бәрібір оны тартып алады. Өзім де солай, сол деңгейде жұмыс істедім. Бұл әкімдерді сынау емес, өзім де сол аудан әкімде жұмыс істедім, мен оларды қолдаймын. Ескі басқару жүйесінде мектеп әрқашан басымдықтар тізімінің ең соңында тұратын. Біз білім саласын осындай күйге қайтарғымыз келе ме, жоқ па? 2021 жылғы реформа не берді? Бірінші, облыстық вертикаль жүйенің 30 жыл бойы көрмеген аудитіне айналды. Ондаған жылдар бойы жасырылып келген жемқорлық схемалар әшкереленді. Ауданға қайтару осы жүйені қайту деген, осы жүйеге, осы күйге қайту дегенді білдіреді. Екінші, біз білім беру феодализмін жойдық. Бюджетті теңестірдік. Дотациялық бюджетті бар ауылдың баласы алғаш рет қаладағы баламен бірдей оқулыққа, робототехникаға, пәндік кабинеттерге қол жеткізді. Үшінші, халықаралық нәтиже. 4 жыл ішінде Қазақстан, Пиза және Талис халықаралық рейтингтерінде тұрақты өсім көрсетті. Бұл нақты факт. Біз білім саласы бойынша оң динамиканы, осы динамикасы бар елдердің қатарына қосылдық. Өйткені білімде бірізділік, білім бір тұтас орталықтан басқарыла бастаған соң нақты нәтиже болды. Төртінші, материалдық база. Реформаға дейін жөндеу жұмыстары, жиһаз, жабдықтар қай аудан бай болса, сол алады деген қағидамен бөлінетін. 2021 жылдан кейін ауданның байлығына емес, мектептің мұқтаждығына қарай бөлінетін болды. Шындық осындай. Бесінші, біз педагогты қорғадық. Жылдар бойы мұғалімдерді массовка ретінде жұмыстарға жегетін ол ашық. Оны білеміз. Реформадан кейін мұғалім ақыры сабақ бере бастады, директор ақыры мектепті басқара бастады. 4 жылда нақты нәтиже, ал оған дейін 30 жылда ше. Тіпті болмаса гибридті модельді қарастырайық. Мысалы, білім мазмұны облыста қалса, ол кадрлар, директорды тағайындау, аттестация, методология, оқу бағдарламалары. Бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Мектеп директор завхоз болмау керек, ол бас мұғалім болу керек. Ал шаруашылық қана әкімдерде болсын. Жылу, жарық, шатыр, санитария, жөндеу, құрылыс. Оны берейік. Әкім инфрақұрылымға жауап берсін. Бірақ бұл түзетулер толығымен барлығын көшіріп беруді меңзеп отыр. Бірақ сол шатырдың астында не құтылатыны әкім ау керек. Оны министрлік, облыстық білім басқармасы шешу керек. Әріптестер, мына фейкті жоққа шығаруымыз керек. Аудандық білім бөлімдерін ешкім ешқайда жойған жоқ. Олар бар, олар жұмыс істеп тұр. Директорлар ешқайда шапқылап жүрген жоқ. Райономен олар жұмыс істейді. Өзгерген жалғыз бір мәселе, бұрын білім бөлімі аудан әкіміне бағынса, енді ол облыс әкіміне немесе облыстық білім басқармаға бағынады. Сол әкімдіктерден ешқайда алысқа кеткен жоқ. Әріптестер, 30 жыл бойы мектептер аудан әкімдіктеріне бағынды. 30 жыл бойы мұғалімдер массовкада болды. Енді дәл сол жүйеге қайту, әрине бұл дұрыс емес шешім. Тарих ештеңені ұмытпайды. Құрметті әріптестер,
биыл алғаш рет бізде екінші рет ауыл әкімдерінің форумы өтті. Осы форумда мемлекет басшысы өзі қатысып, біз одан кейін жеке әкімдермен, әсіресе ауыл деңгейіндегі әкімдермен кездестік. Олар өздерінің мұң-мұқтаждарын айтты, проблемаларын айтты. Сондықтан бұл заңда Аманат партиясының фракциясы осы әкімдерге қажет, маслихат депутаттарына қажет өте маңызды түзетулерді енгізіп отыр. Біз маслихат депутаттарына өкілдік беруіміз керек. Міне осы жақсы түзетулер бізде қазір дайын. 12-ші оқылымға дейін қарастырайық. Біз ауыл әкімдеріне қажетті өкілдіктерді берейік, бірақ олардың сұрап жатқан 4-ші деңгейдегі бюджеттері, 4-ші деңгейдегі әкімдіктердің өкілеттерін берейік, қарастырайық. Міне осы түзетулерді бердік, осы түзетулермен жұмыс істейік. Өйткені ауыл әкімдерін, әсіресе 4-ші деңгейде, ауданның әкімдеріне біз шын мәнінде билік беруіміз керек. Бірақ бұл билікті бергенде біз тек білім бағдарламаларына қатысты емес, инфрақұрылымға қатысты, сол әкімнің өзінің қажеттілігіне қатысты, сол әкімнің өзіне байланысты мәселелерді ғана беруді ұсынамын. Сондықтан 2-ші оқылымға дейін осы сұрақтарды біз дайындап, осы ауыл әкімдерін, маслихат депутаттарын қолдау бойынша нақты, мықты, тиімді заң қабылданады деп сенемін. Рахмет. Сөз депутат Абенов Мұрат Абдулламетовна беріледі. Құрметті әріптестер, бұл заң жобасы жұмыс тобында қаралды, комитетте қаралды, біздің ұсынысымыз қабылданды, сонымен де онша сөйлеуге дайын емес едім, бірақ енді әріптесім, құрметті тұтатын әріптесім Асхат Аймағамбетов айтқаннан кейін енді Платон мен досым, бірақ әділдік бірінші орында болу керек дейді, үндемей қалғанымыз болмайды деп есептеймін. Көп депутаттың позициясын біз жеткіздік. Осы өзгерістердің авторының бірі мен, сол себептен енді Асхат Қанатұлыдан кем емес, мен білім саласында жұмыс істедім, вице-министр болдым, ауданда жұмыс істедім, облыста. Және 2009 жылы мынау жергілікті өзін-өз басқару заңын өзім дайындадым. Сол кезде өзім авторлардың бірі, енді ол кезде депутаттар жазған жоқ, бірақ біраз өзгеріс енгіздім. Негізі халықаралық тәжірибені қарайтын болсақ, мектептер, балабақшалар көп жағдайда аудандық деңгейге, мен енді Асхат Қанатұлымен бұл жерде келіскім келеді, шаруашылық жағынан, басқару жағынан ауданға қарайды. Әрине методика бойынша, кітаптар бойынша, программалар бойынша бөліп облыстық, республикалық деңгейге баратыны рас. Бірақ 2021 жылға болған реформа сапалы өтті деп мен айтамаймын. Шындықты айтайық. Аудандық деңгейден билікті алып қою кейін бізге үлкен проблемалар туғызғаны рас. 24 декабрь күні президент Тоқаев үкіметті жинап алып, Астана қаласының әкімдігінің ішінде не деп айтты бізде? Үлкен проблемалар туды. Алдағы басшылар бұл саланы бақылаудан тыс қалдырып, аяқ жағында бюджеттің ақшасы, білім саласының ақшасы талан-таражға шықты деп айтты. Және біз одан да бетер үлкен проблема туғыздық. Балабақша мен мектептер тікелей министрліктің қасында қаржы орталығында бағындырып қойдық. Облыс әкімдері білмейді қандай қаржы бөлініп жатқан. Кім тағайындалып жатыр, кім мектеп ашып жатыр, қайдан ақша келді. Балабақшаларда сондай, әркім балабақша ашты. Айналып келгенде ол ВАП-та, жоғарғы аудиторлық палатада, құқық қорғау органдарда дәлелдеп, алдымен мектеп директорлер ұсталып бастады. Өмірде болмаған Аблано районолар ұсталып бастады. 500 миллион ұрлады, 2 миллиард ұрлады деген. Бұрын болған нәрсе емес. Бұрын білім саласы басын көтеріп, халықтың алдында өздерін бедел санайтын. Соңғы 2-3 жылда қараңыздар бізде. Анау директор жемқор, мынау районо 2 миллиардпен қашып кетті деген әңгімені естіп жатырмыз. Неге? Бақылау болмаған. Және әсіресе жеке мектептерге қатысты болмайтын, ешкім тексермеген, өмірі ол тек қана ауданға емес, облысқа бағынбайтын мектептер, жеке мектептер ашып тастап, аяқ жағында миллиардтаған теген орын қалды. Ол сапаға да қатысты. Бостан-босқа айтылып жатқан жоқ, 67% мұғалімдер білім саласы сәйкес келмейді деп. 75% жеке мектептер ғимараттары сәйкес емес, ол жерге мектеп ашуға болмайды. Қай жағынан болса да, өрт қауіпсіздік басқа мәселе бойынша. Техника жетпейді. Амал жоқ, президент Тоқаев мынау келешек мектептерді енгізіп, қазір келешек мектеп жақсы стандарт болды. Өткенде 24 декабрь күні сол туралы айтты. Ешкімге қарамаңдар. Осы саланы талан-таражға шығарған бұрынғы басшылар табыңдар. Тексерейік.
Бұның артында кім тұр? Өкінішке орай, қаржы орталығының басшылығы қызметтен босатып жібере салдық. Бірақ болмаса солның өздері қол қойған. Неге мектептің директорлері ұсталып қамалды? Неге қаржы орталықтың басшылары, сол кездегі вице-министрлер қол қойғандар неге кетіп қалды деген сұрақ туындайды бұл жерде. Сол себептен бұл болған жүйені қателігін біз мойындауымыз керек. Қателік болды. Балабақшаларда қателік болды. Тек қана Қызылорда облысында 3 жыл тексердік. Балабақшадан 20 миллиардтан ақша үнемделді. Қайда кетті ол? Ұрланды ол ақша. Анау арт спортты айтайық, ол да сондай. Ауданда тексеріп бастадық. 6000 бала арт спортқа қатысады. Тексеріп бастап едік, АФН бірден жаңағы 200 адам қалды. Қалған бәрі жауып тастады. Себебі өтірік. Бірақ ауданға әкімдерге айтсам, бізге бағынбайды, қарамайды. Енді өткенде су тасқынды айтайық. Бір мектепке айтамаймыз. Енді сол екінші шағымен айтқым келеді. Жалпы мектептердің мұғалімін қосуға болмайды. Тәрбие шараларына, мемлекеттік шаралар қосуымыз керек. Бізге ауданда, облысында басшылық айтады, сіздер енді мұғалімдердің статусы деп, мұғалімдер қай кезде болса да мемлекетшіл адам болды. Неге олар таза Қазақстанға қатыспау керек? Неге референдумға қатыспау керек? Неге мемлекеттік әртүрлі шараларға қатыспау керек? Қазір соңғы кезде сондай болды, бізде тимеңдер, аны депутаттар айтып жатыр, бізде қоспаңдар деп. Сол себептен бұл жерде енді әрине мен толық Асхат Қанатұлы сіздің айтқаныңызға толық қарсы шықпаймын. Әрине қарайық, бірақ міне мен кезінде ұсынған екем деп, бұл қате жүйені қорғай берген дұрыс емес. Екінші, мемлекеттік органдар бізді қолдады. Заключение бар, қолдау таптық. Бүкіл облыс әкімдер қолдап жатыр. Бұл жерде әкімдер қарсы деп те ете алмаймыз. Аудан әкімдер тем более қолдап жатыр. Сосын енді біз кеше референдум өткіздік. Мемлекеттік билікті күшейтеміз деп отырмыз. Халыққа жақын билік болу керек. Сол себептен ол тек қана басқарудың жүйесі емес, оның бірінші кезекте адамдарға пайдалы жағын көрейік. Мектептер аудан қасында болса жөндеп береді, ақшасын бөледі, әлеуметтік жағынан көмектеседі. Мектепке көбірек пайдасы тиеді деп өзім ойлаймын. Сол себептен барлығымыз осы жерде мемлекетшіл азаматпыз. Бұл өзгерістерді әбден талқыладық. Кеше комитетте соңғы отырыста осын бөлек айттық. Сол себептен құрметті әріптестер, әрине осы дискуссияда шындық шығады, бірақ көпшілік дауыспен шешілген мәселе осы уақытқа дейін сол шешімде қалу керек деп өзім есептеймін. Рахмет. Депутат Аймағамбетов Асхат Қанатұлы екінші рет сөз сұрап отыр. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Негізі Мұрат Абдулламетұлы көп рахмет. Біз негізі бір мәселе бойынша келісіп отқан сияқтымыз. Методология, оқулық, білім мазмұны ол министрлікте вертикальмен қалу керек. Солай ғой. Менің айтып отырғаным сол. Жөндеу болса, ол басқа мәселе болса, материалдық инфрақұрылым, ол басқа. Мына түзетулерді соған бейімдеуіміз керек, ол бір. Екіншіден, бұл реформа мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауының шеңберінде іске асырылды. Яғни бұл президенттің тікелей тапсырмасы. Ол зерделенген, ол халықаралық тәжірибеге сүйенген, ол зерттеулерге сүйенген өте маңызды шешім болғаны хақ. Шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді, сондықтан бұл мәселе бойынша зерттеулер бар. Сол зерттеулердің нәтижелерін қарауымыз керек. Халықаралық зерттеулер бар, ол екі. Үшіншіден, жалпы біздің алдымызда тұрған мақсат қандай? Бізге әкімге жай билік беру, сол билік беру үшін керек па? Әлбе түптеп келгенде бізге керек мәселе ол білім сапасының артқаны керек па? Міне осы сұраққа біз жауап беріп, егер бізге білім сапасы керек, бізге жарқын, Қазақтан жарқын болашағы керек, бізге сапа керек десек, онда бір шешім. Егер біз тек қана билік беруіміз келсек, ол екі шешім. Бірақ біздің ұсынып отырғанымыз гибридтік модель. Ол мына жаққа да, әр жаққа да келетін модель деп ойлаймын. Енді жемқорлық мәселесі бойынша мен әдейілеп тұрып тоқталдым. Неге жемқорлық фактілері бізге әшкерелене бастады? Неге байланысты? Өйткені осы аудандағы Excel жоқ, тіпті қағазда жүзген, есеп шотпен қараған, тіпті 1С-қа көшпеген, бүкіл біздің тарификацияны, бүкіл қаржыны біз облысқа бергенде, біз оны қаржы министрлігін шақырып тексергенде, сонда барлық былық анықталды. Сол былықты тіпті Қызылорда бойынша сонда әкімнен сұрауыңызға болады. Біз сонда да кезесіп, келісіп, бізбен қол қойып, соны тиісті органдарға жіберіп, тиісті органдар шақырып, тексерткенбіз. Міне сонда сол ашкерленді. Сонда біз 1С-қа көше бастадық. Сонда біз бұлтты бухгалтерияға көшіп алдық. Сонда біз цифровизацияны жасай алдық. Сонда барлық сұмдық
Қарасаңыздар 2010, 2012, 2013, 2014 сол жылдардағы мәселе тиісті құжаттарды қарасаңыздар, қаншама жыл бойы болған мәселе. Сондықтан сонда осы шешімнің арқасында бұл әттеген-айлар анықталды. Ол екі. Үшіншіден, жалпы қаржы орталыққа келетін болсақ, мен бұмен келісемін. Аудан немесе балабақшаның қаражаты тиісті деңгейде болу керек. Оны мен айтып келе жатырмын. Бұл реформаға ешқандай қажеттілігі, ешқандай қатысы жоқ. Ол бөлек реформа. Ол бөлек. Енді жаңа мен айтып отырмын ғой, жалпы бізде таза Қазақстан дейміз. Таза Қазақстан акциясы өте қажет акция. Оған тіпті біздің мұғалімдер де, дәрігерлер де, депутаттар да, министрлер де, әкімдер де қатысуымыз керек. Өйткені ол тек қана көшенің тазалығы емес, ол біздің санамыздың тазалығы. Ол біздің жалпы идеологиялық тұрғыда өте керемет үлкен концепция. Сондықтан таза Қазақстанды мен ойлаймын, дәрігерлер де, мұғалімдер де, депутаттар да барлығы толығымен қолдайды және қолдауы керек дейді. Өйткені ол маңызды таза Қазақстан. Референдумға қатысты да ешқандай сұрақ жоқ. Мұғалім де, дәрігер де барлығы референдумға қатысу керек. Өйткені ол біздің борышымыз. Сондықтан бір нәрсені екінші нәрсемен, құрметті әріптестер, ауластырып, қалай еді, араластырып қажеті жоқ. Енді әрине дауыс береміз, бір шешім болады. Сондықтан депутаттар қалай дауыс береді, солай болу керек. Бірақ енді осы салада жұмыс істегеннен кейін ауданда да, облыста да, қалада да жан-жақтан көрдік. Мен өзім пікірімді айттым. Сіздерге пікірлеріңізге рахмет. Сөз депутат Сайыров Ерлан Бияхметұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Енді мына дискуссияға маған қатыспасқа мүмкін болмады. Мен өзім мұғалім болғанмын, және біз сол мұғалімдер жанұясындамыз. Біріншіден, Қазақстан унитарлы мемлекет. Унитарлы мемлекет болғандықтан бізде білім және сонымен бірге сол білімнің жүйесі міндетті түрде бір жерден басқарылу керек. Бүгінгі таңда өкінішке орай облыстарда осы мектептердегі бағдарламалар кей кездері әртүрлі болып келеді. Сондықтан дәл қазір мынандай өте күрделі геосаяси жағдайда білім жүйесі ол ең бірінші саяси мәселе. Сондықтан біз қандай да бір шешім қабылдаған кезде біз соны жан-жақты қарастыруымыз керек. Шаруашылық деңгейінде құзыретті ауданның әкімдеріне беру қажет деп ойлаймын. Бірақ мынау білім бағдарламасы, сонымен бірге осы мынау білім жүйесі ол міндетті түрде бір орталықтан басқарылуы қажет. Бұл енді бүгінгі таңдағы заманның талабы. Ал екінші бір мәселе. Қазір өкінішке орай міне 3-4 жыл болды. Аймақтарда біздің мұғалімдер расында да осы қоғамдық саяси жұмысқа араласуға белгілі бір ынжарлық танытып жүр. Енді кезінде 80-ші жылдан бастап мен осы мектепте, 77-ші жылдан бастап мектепте сабақта оқыдық қой. Мұғалім дегеніміз ауылда ол тек қана сабақ беретін адам емес. Ол ауылдың тәрбиешісі және ауылдағы қоғамдық өмірдің көшбасшысы. Сондықтан ауылдағы мұғалімді сол жердегі қоғамдық саяси өмірден тыс қарастыруға болмайды. Өкінішке орай аяққы кездері міне осындай көптеген сөздер шығып кетті. Мұғалімді анда апармаңыздар, мұғалімді мында апармаңыздар. Мұғалім енді ол изоляцияда өмір сүрмейді ғой. Оның мамандығының спецификасы сол. Ол тек қана балаға сабақ бермейді, ол тәрбиелейді. Мысал үшін кезінде біздің әке-шешеміз мұғалім болып істеген кезде олар бүкіл ауылдың кәдімгіші тәрбиешісі болған. Бүгін егер біз мұғалімнің сондай функциясын жұлып алатын болсақ, онда ертең мынау біздің балаларымыздың білімі жоғары болғанмен олардың тәрбие деңгейі төмендеп кететін болады. Сондықтан менің ойымша осы бағыт бойынша да бізде нақты стратегия болу керек. Ол сайлау кезінде де мұғалім қатысуы керек, референдум кезінде де мұғалім қатысуы керек, және сонымен бірге мынау аймақтарда көптеген әртүрлі фестиваль, әртүрлі семинар, сондай іс-шаралар қатысады. Онсыз бүгінгі таңғы қоғамда мынау бүкіл ұлтты тәрбиелеу мүмкін емес. Ал мұғалім оның алдыңғы қатарында жүрмесе,
онда ертең мына біздің қоғамымызды кім тәрбиелейді деген сұрақ туады. Сондықтан менің ойымша, міне осы бағытта біз бір жақтылықты қоюымыз керек, және мұғалімдердің қоғамдық саяси рөлін арттыруымыз керек. Рахмет. Сонымен екі пікір болды жаңа, Ерлан Бияхметұлы. Қайсысын қолдап отырсыз? Мен мына жерде бізде білім жүйесінде смешанный болу керек. Яғни шаруашылық тұрғысынан. Екеуінде қолдап отырсыз ғой? Мен көбінесе Аймағамбетовті қолдап отырмын. Бірақ мына мұғалімдердің қоғамдық саяси өмірге қатысуына байланысты әрине бұл жерде біз басқаша көзқараста болуымыз қажет. Ал мынау нақты әкімшілік тұрғысынан Аймағамбетовтікі дұрыс. Мынау шаруашылық тұрғысынан біз аудандық әкімдерге берейік, бірақ білім жүйесі ол бір жерден басқарылу қажет. Жақсы. Процедура бойынша сөзді депутат Сарым сұрап отыр. Рахмет, құрметті әріптестер. Енді біздің фракцияның депутаттары екен сөйлеп жатқан. Менің ойымша бізде осындай дискуссия өткізетін алаңдар жеткілікті. Сондықтан қазір осы пренияны тоқтатып, негізгі әңгімелерді комитеттерге және керек болатын болса фракцияның отырысын өткізіп, осы мәселені қарастырайық. Ал қазір меніңше Ерлан Жақанұлы өзіңіздің беліңізді пайдаланып дискуссияны тоқтатуды сұраймын. Жақсы, мен де қосыламын. Шында да өте дұрыс әдемі дискуссия болды. Ол мәселе өте өзекті мәселе. Сондықтан да бұл мәселе бойынша мендегі жаңағы ұлттық министрліктің өкілінің айтқан ақпараты бойынша біз үкіметтің қорытындысын да әлі алған жоқпыз. Солай ғой, Асхат Қанатұлы? Үкіметтің қорытындысын күтейік. Екінші оқылымға дейін уақыт бар. Екінші оқылымға дейін сол жұмыс тобында, комитетте осы мәселені пысықтап, екінші оқылымда тағы да нақты шешімді қабылдайтын боламыз. Келістік қой соған? Ондай болса талқылауды тоқтатамыз. Талқылау барысында осы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөнінде ұсыныс түсті. Қарсылық болмаса, осы ұсынысқа дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 84 депутат, жақтағандар 83 депутат, қарсы 1 депутат, сонымен шешім қабылданды. Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рахмет, сау болыңыздар. Келесі. Педагог КЗ.